Қайырлы күн оқушылар. Бүгін біз сіздермен бірге 2-ші сыныптың математика сабағының 38-ші сабағын бірге орындаймыз. Сабақтың тақырыбы екі таңбалы сандарды разрядтан аттап жазбаша қосу. Балалар, видеоны көрмес бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонда жаңа сабақты бірінші болып көретін боласыздар. Ал бастайық. Бірінші тапсырма. Сандарды баған түрінде қосудың қалай орындалғанын түсіндір. Мұнда бізге орындалу ретін көрсеткен 45-ке 19-ды қосып. Енді баған түрінде жазамыз. Сонда 45 санның, мұнда жазып көрсетейін, 45-ке 19-ды баған түрде қосуымыз қажет. Баған түрде жазған кезде бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты жазамыз. Енді қосылғыштардың бірліктерінен бастап қосып шығамыз. Мұнда 5 пен 9 бірліктер. 5-ке 9-ды қоссақ 14. 14-ті жазбаймыз, 4-ін жазамыз бірліктің астына, ал 1-ін ойға жібереміз деп айтамыз. Енді ондықтарын қосамыз. 4-ке 1-ді қосамыз. 5. 5-ті жазуға асықпаймыз, ойдағы санды қосамыз. 5-ке 1-ді қосамыз, сонда 6 болады. Ол шыққан санды ондықтың астына жазамыз. Енді жауапты оқимыз. Қосындының мәні сонда 64-ке тең болды дейміз. Демек, екі таңбалы сандарды разрядтап қосатын кезде бірліктен бастап қосамыз. Одан кейін ондықты қосамыз. Ал енді ә тапсырмасына назар аударайық. 47 мен 33 сандарын баған түрінде қосуды өзің орындап көр дейді. 47 және 33 баған түрінде жаздым. Бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты жаздық. Енді бірліктен бастап қосамыз. 7-ге 3-ті қосамыз. 10. 0-ін жазамыз да 1-ін ойға сақтаймыз. Енді ондықтарды қосамыз. 4-ке 3-ті қоссақ 7, ойдағы 1-ді қоссақ 8. Демек, қосындының мәні 80-ге тең екен. Екінші тапсырма. Мысалдарды баған түрінде жазып шығар. Бірінші 25-ке 37-ні қос деген. Мен баған түрінде жаздым. Енді бірліктен бастап қосамыз. 5-ке 7-ні қоссақ 12. 2-сін жазып, 1-ін ойға жібереміз. 2-ге 3-ті қосамыз. 5. 5-ке ойдағы 1-ді қосамыз. 6. Демек, қосындының мәні 62-ге тең екен. Келесі. 38-ге 42-ні қосамыз. Бірліктен бастап қосамыз. 8-ге 2-ні қоссақ 10. 0-і түсіп, 1-ін ойға жібереміз. 3-ке 4-ті қоссақ 7. Ойдағы 1-ді қосамыз. 8. Демек, қосындының мәні 80-ге тең. Келесі 36 минутқа 18 минутты қос дейді. Мұнда өлшем бірлігіне қарамай 36-ға 18-ді баған түрінде жазып қосамыз. 6-ға 8-ді қосамыз. 14. 4-ті түсіп, 1-і ойда. 3-ке 1-ді қосамыз. 4. Ойдағы 1-ді қоссақ 5 болады. Демек, қосындының мәні 54. Енді біз 54 минут деп жазамыз. Үшінші тапсырма. Сөйлемді оқы. Сұрақ қойып, оны есепке айналдыр. Есепті шығар. Біздің сыныпта 15 қыз және 16 ұл бар. Мұнда балалар есептің сұрағы жоқ. Өзіміз сұрақ құрастырамыз. Сыныпта барлығы неше оқушы бар деп сұрақ қойық. Ал енді есепті шығарамыз. Қыз бала саны 15, ұл бала саны 16. Барлығын анықтауымыз қажет. Шешуін анықтау үшін 15-ке 16-ны қосамыз. Енді 5-ке 6-ны қосып бастаймыз. Бірлікке бірлікті. 5-ке 6-ны қоссақ 11. 1-ін жазып, 1-ін ойға жібереміз. 1-ге 1-ді қосамыз. 2. Ойдағы 1-ді қоссақ 3. Қосындының мәні 31-ге тең болды. Демек, жауабы барлығы 31 оқушы бар. Төртінші тапсырма.
Сандарды баған түрінде қосудың қалай орындалғанын түсіндір. Мұнда бізде 65-ке 35-ті қосу түрінде мысал ретінде берген. Мұнда да бірліктен бастап қосамыз. 65 қосылған 35 деген. Бірліктен бастап қосайық. 5-ке 5-ті қосамыз 10, 0-ін бірліктердің астына жазамыз, ал 1-ді, бір ондықты есімізге сақтаймыз. 6-ға 3-ті қосамыз 9, 9-дағы мына есте тұрған ойдағы 1-ді қосамыз. Сонда 10 болады. 0-ді ондықтың астына жазамыз, ал 1-ді жүздікке жазамыз. Жүздік деп тұрғанымыз ол 3-ші разрядтың бірлігі. Енді жауабын оқимыз. Қосындының мәні 100-ге тең болды дейік. 5-ші тапсырма, мысалдарды баған түрінде жазып шығар. 75-ке 25-ті қос дейді. Бірліктерді қосамыз. 5-ке 5-ті қоссақ 10, 0 деген бірліктің астына жазамыз, 1 ондықты ойға жібереміз. 7-ге 2-ні қосамыз 9, оған ойдағы 1-ді қосамыз 10 болады. 10 санның 0-ін ондықтың астына, 1-ін жүздіктің астына жазамыз. Сонда қосындының мәні 100-ге тең болды. Келесі 37 қосылған 63. 7-ге 3-ті қосамыз 10, 0-ін түсіріп, 1-ін ойға жібереміз. 3-ке 6-ны қоссақ 9, 9-ға ойдағы 1-ді қосамыз 10. 10 санның 0-ін ондықтың астына, 1-ін жүздіктің астына жібереміз. Сонда қосындының мәні 100-ге тең. Келесі 51 литрге 49 литрді қос дейді. Мұнда екеуінің де өлшем бірлігі литр, 51-ге 49-ды жазамыз. Қосамыз. 1-ге 9-ды қоссақ 10, 0-ін түсіріп, 1-ін ойға жібереміз. 5-ке 4-ті қоссақ 9, ойдағы 1-ді қосамыз 10 болады. 10 санның 0-ін ондықтың астына, 1-ін жүздіктің астына жазамыз. Сонда 100 литрге тең дейміз. 6-шы тапсырма, теңдеулерді шеш. X қосылған 34 тең 97. Балар, мұндағы X-ті табу үшін біз 97-ден 34-ті азайтуымыз қажет. Сонда X тең дейміз. Енді мұнда баған түрде азайтайық. 94 азайтылған, 97 екен ғой. 97 азайтылған 34. Мұнда да бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты жазап азайтамыз. 7-ден 4 азайтамыз 3, 9-дан 3 азайтамыз 6. Демек, айырманың мәні 63-ге тең. Енді X-тің орнына мұна шетке 63-ті қойып тексереміз. 63 қосылған 34 тең 97. 63-ге 34-ті қоссақ 97. 97 97-ге тең. Демек, X-тің мәні теңдеудің түбірі 63-ге тең. Келесі теңдеу X азайтылған 25 тең 66. Мұндағы X-ті табу үшін біз 66-ға 25-ті қосуымыз қажет. Баған түрде қосайық. 66 қосылған 25. 6-ға 5-ті қосамыз 11, 1-і түсіп, 1-і ойда дейік. 6-ға 2-ні қосамыз 8, ойдағы 1-ді қоссақ 9. Демек, қосындының мәні 91-ге тең. Енді X-тің орнына 91-ді қойайық. 91 азайтылған 25 тең 66. 91-ден 25-ті азайтсақ 66-ға тең. Демек, бұл теңдеудің шешімі 91-ге тең екен. 7-ші тапсырма. Өрнектер құр және олардың мәнін тап. А тапсырмасы 97 мен 63-тің қосындысына 8-ді қосу дейді. Өрнектің жалпы түрі сонда 27 қосылған 63 қосылған 8 болады. Бірінші біз жақшаның ішін орындайық. 27-ге 63-ті қосайық. 7-ге 3-ті қоссақ 10, 0-і түсіп,
бірі ойда тұрады. 2-ге 6-ны қоссақ 8, ойдағы 1-ді қоссақ 9 болады. 90 болды, е? Енді 90-ға біз 8-ді қосамыз, 98 болады екен. Келесі тапсырмасы 24-ке 38 бен b-ның қосындысын қосу. Мұндағы b 19-ға тең дейді. Сонда өрнектің түрі 24 қосылған жақшаның ішінде 38 қосылған b болады. b-ның орнына 19-ды қоямыз. Алдымен балалар біз жақшаның ішін орындаймыз. 38-ге 19-ды қосып аламыз. 8-ге 9-ды қоссақ 17, 7-сі түсіп, 1-і ойда. 3-ке 1-ді қоссақ 4, ойдағы 1-ді қоссақ 5, 57 болды. Ал енді 24-ке 57-ні қосамыз. 24 қосылған 57. 4-ке 7-ні қоссақ 11, 1-і түсіп, 1-і ойда. 2-ге 5-ті қоссақ 7, ойдағы 1-ді қоссақ 8. Демек, қосындының мәні 81-ге тең екен. 8-ші тапсырма. Мысалдарды баған түрінде жазып шығар дейді. 23 қосылған 47. 3-ке 7-ні қосамыз 10, 0-і түсіп, 1 ойда. 2-ге 4-ті қоссақ 6, ойдағы 1-ді қоссақ 7. Демек, қосындының мәні 70-ге тең. Келесі 35 қосылған 49. 5-ке 9-ды қосамыз 14, 4-ті түсіп, 1 ойда. 3-ке 4-ті қоссақ 7, ойда 1-ді қоссақ 8. Қосындының мәні 84-ке тең. 24 килограмға 76 килограмды қосамыз. 4-ке 6-ны қосамыз 10, 0-і түсіп, 1-і ойда. 2-ге 7-ні қоссақ 9, ойдағы 1-ді қоссақ 10 болады. Енді 0-ін бірліктің астына, 1-ді жүздіктің астына жазамыз. Сонда қосындысы 100 килограмға тең болады. Келесі 44 қосылған 37. 4-ке 7-ні қоссақ 11, 1-і түсіп, 1-і ойда. 4-ке 3-ті қоссақ 7, ойда 1-ді қоссақ 8. Демек, қосындының мәні 81-ге тең. 68 қосылған 32. 8-ге 2-ні қоссақ 10, 0-і түсіп, 1-і ойда. 6-ға 3-ті қоссақ 9, ойдағы 1-ді қоссақ 10 болады. 10 санының 0-ін 10-дықтың астына, 1-ін жүздіктің астына жазамыз. Сонда қосындының мәні 100-ге тең. 65 сантиметрге 24 сантиметрді қосайық. 5-ке 4-ті қоссақ 9, 6-ға 2-ні қоссақ 8. Сонда 89 сантиметр болады екен. Балалар, осымен бүгінгі сабақты аяқтаймыз. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Сау саламатта болыңдар.